Кәне төрлетіңдер. Я, көрші ауылға ойнап келдіңдер ме? Я. Тағы да ойнағыларың келіпті ма? Көрші балдар ме? Келе ойындар төрлет. Мен сіздерге қазақтың ұлттық ойыны қан талапай ойын ойнатқалы отырмын. Қан талапай ойыны қазақтың асықпен ойналатын ойыны. Асық бұл біздің қазақтың 4 түлік малының ішіндегі ешкінің, қойдың тілерсегінде орналасады. Бұл асықтардың ішінде мынандай қызыл түсті ерекше асық бар. Бұл асықты қан асығы деп атаймыз. Қан асығы. Яғни біз қазір мен сіздерге ойынды ойнатқан кезде осы қан асығын алуға тырысасыздар. Мен сіздерге ойынның ережесін айтып түсіндіріп жіберейін. Қазір мен сіздерге талапай басталды ойын алақай деп сіздерге мына асықты шашып жіберем. Сол мезгілде сіздер бүткіл асықтарды алуға тырысасыздар. Өздеріңізге көбірек. Соның ішінде мына қан асығын алуға. Неге? Себебі қан асығын алған адам ойынды бірінші болып бастайды. Екінші кімде кім көп асық жинайды, сол бала екінші болып бастайды. Жарай ма? Содан ары қарай ойын жалғаса береді. Ал егерде кімде кім асықты атқан кезде тигіз алмай қалса, мен о балаға қазақтың салт дәстүрінен сұрақтар берем. Сол сұраққа жауап беру арқылы ары қарай ойынды жалғастыруға мүмкіншілік аласыздар. Жарай ма? Талапай, басталды ойын алақай. Қан асығы кімге түсті екен? Айдар. Айдарға түсті қан асығы. Ал қолдарындағы асықтарын санай қойыңдар. Менде 3, менде 2. Қан асығы Айдарға түсті. Айдар қан асығыңды алып қал. Барлығыңыз ортаға келіп, барлық асықты ортаға қойып, әдемі қылып, түзу қылып тігеміз асықтарды. Тігеміз. Айдар бастаймыз. Айдарда қан асығы. О, керемет Айдар. О, қандай керемет мерген қыз екен. О, бір асыққа тегізін, Нұржан. Алмас, тұрамыз. Өте тамаша. О, алағы мерген қыз екен Раянамыз. О, мерген жігіт тамаша. О, Амина алағы. Амина неше асыққа тегізді? Көп асыққа тегізді. Ал олжаларын санай қойыңдар. Менде 3. Айдарда 1, Раянада 2. Алмазда 3. Амина Менде 4 асық. Айбибі 3. Нұржан 1 асық. Ойын ұнады ма балалар сіздерге? Тағы да ойнаймыз ба? Жарайды. Енді үйге барып бөпелеріңмен асық ойнап, бөпелеріңе де асық үйретіп жүріңдер. Солай ма балалар? Өте тамаша керемет балаларсыңдар. Бәрің де мерген болып, жақсы болып өсіп келе жатырсыңдар.